Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тауығымыздың аяқтарын духовкада пісіреміз. Өте әдемі әрі дәмді қып-қызыл болып піседі. Ең алдымен маринадын соусын дайындап аламыз. Ыдысымызды алып, мен осы түрлі майонезді пайдаландым. Ыдысымызға 4 ас қасық майонезімізді саламыз. Майонезіміздің үстіне 1 чай қасық қара бұрышымызды, 1 чай қасық тұзымызды, 1 ас қасық паприкамызды қосамыз. 2 зубчик чесногымызды майда етіп езіп қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Маринадымыздың қып-қызыл болғанын қалап, 1 ас қасықтай кетчуп пайдаландым. Кетчуп болмаса, томат пайдалансаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Осымен маринадымыз дайын. Енді тауығымыздың аяқтарын алып, жақсылап жуып алып, салфеткамызбен кептіріп шығамыз. Барлығын кептіреміз. Қазір маринадымызды жаққанда қып-қызыл әдемі болып жағылады. Осылай барлық шетіне тауығымыздың аяқтарының маринадтарымызды жағып шығамыз. Осылай бір келкі ғып, әдемі ғып, көптеу ғып жағыңыздар маринадын. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларымды көре аласыздар. Осылай тауығымыздың аяқтарын барлығына маринадтарымызды жағып, дайындап алдық. Енді маринадымыз сіңгенше кемінде 4-5 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Сыртына пакет кигізіп, немесе осылай пленкамен жауып, кемінде 4-5 сағатқа қойыңыздар. Сонда сіңіп, маринад әдемі болып шығады. Мен 5 сағатқа маринадқа қойып қойдым холодильникке. 5 сағаттан кейін алып, тауығымыздың аяқтарын енді пісіріп аламыз. Листімізді алып, үстіне пергамент қағазымызды төсеп, тауығымыздың аяқтарын орналастырамыз. Пешімізді қыздыруға қоямыз. Осылай тауығымыздың аяқтарын барлығын орналастырып алдым. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта пісіп шықты менікі. Осымен тауығымыздың аяқтары дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.